бақылау көрсеткіштерін бақылаушылар әр айдың 19 мен 31 аралығында тіркеуге алады. Түрлі себептермен көрсеткіштерді тіркей алмаған жағдайда тұтынушылар сайт немесе Telegram бот арқылы көрсеткіштерді тіркей алады. Есептегіш құралын шешіп алу, қазірестердің аралық тексеру интервалында көрсетілген тексеру мерзімі өткеннен кейін жүргізіледі. Ажырату қолайсыз ауа райы кезіндегі апаттық жағдайларда жоспарлы жөндеу жұмыстары кезінде жүргізіледі. Тұтынылған электр қуатына төлем уақытылы жасалмаған және төленбеген жағдайда ажырату жұмыстары жүргізіледі. Сол себептен қала тұрғындары әр айдың 25-іне дейін уақытылы төлем жасауы қажет. Әр тұтынушы меншік иесі ауысқан кезде электр қуатын тұтыну ережесіне сәйкес 10 күндік жұмыс кестесінде аумақтық электр желісіне қайта рәсімделу қажет.